Қазақ халқы асты ерекше қадірлеп, адам өмірінде тіршіліктің құндылығы деп білген. Қонақ келсе ет асып, ерекше қадірлеген. Қазақтың ет тағамын беруде үлкен тәрбие бар. Бұл біріншіден қонаққа көрсетілген құрмет болса, екінші жағынан қолға су құю арқылы үлкенге құрмет көрсетуді дәріптеген. Үшінші жағынан бата беру дәстүрін ұлықтаған. Халқымыздың төл өнерінде домбыраның алар орны ерекше. Ақын Қадыр Мырзалиев ағамыздың нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, ұлтымыздың символына айналған ұлттық аспапты келер ұрпаққа насихаттап, ұлттық құндылықты ұлықтау ата-ананың міндеті деп білеміз. Қазақ халқының ежелгі үстіңдеу бұйымдарының бірі күбі. Күбіні діңі мықты ағаштарды ұзақ кептіру арқылы жасаған. Күбіге сүтті ұйытып, айран пісіп, май шайқаған. Келі мен келісап, тары, бидай, тағы басқа дәнді дақылдарды түйетін, ұнтақтайтын қатты ағаштан жасалған құрал. Күбі пісу, келі мен келісап ұлттық дәстүріміздің бірі. Біз қазір ұлттық тұрмысқа пайдаланған жабдықтарды сіздермен осы қалай жасау керек екенін таныстырамын. Иә. Біріншісі мынау келі, мынау сап дейді. Мына ағаштарды пайдаланамыз, иә? Иә. Оны қалай жасаймыз? Оны пайдалану барысында мынадай қазір заманауи техникалардың дамыған заманда дрелмен, мынау ара, пчелка дейді. Осымен қиямыз, мынадай қылып қиямыз. Мынаумен оны шарлаймыз. Мына дрелмен мынадай қылып ішін оямыз, көрдің ба? Көріпсің ба? Осыны ойып, мына ішін. Сосын бұны қашаумен, қайттан арамен, мысалы, мынадай қылып оңалақтап қиямыз. Көрдің ба? Мынадай қылып қиямыз. Осылай қиямыз. Сөйтіп, мына пішінді осындай домалақ қылып шығарамыз. Мынау күбі. Бұны да жаңағыдай мынадай аспаптармен, құрал-жабдықтармен ішін ойып, сөйтіп, осы пішінді келтіріп, сыртын қашаулармен, арамен кесеміз де, мынаумен сыртын мүсінін келтіреміз. Дұрыс па? Сосын осы күбі, осы ішін ойып, ертең қазақтың өзіміздің ірі қара сиырларынан алынатын сүт өнімдерінен әртүрлі өнім алуға бағытталған.